бұл Айсұлу мен Еркіннің тағдыры. Жас шағында екі жас бір-бірін қатты жақсы көріп шаңырақ көтереді. Екеуінің өмірінде бақытты күндер басталды. Көп ұзамай, бір жылдан кейін кішкентай ұл дүниеге келеді. Айсұлу үшін бұл өміріндегі ең үлкен қуаныш. Еркін үшін әкелік мәртебе. Жас шаңырақ шаттыққа толы еді. Алайда күндердің күнінде Еркіннің анасы жас келіннен баласын қызғана бастайды. Ұлын келіннен қызғанып, қасын алып жататын болды. Қорқамын, жалғыз жатпасын деген сылтаулар айтып, екеуінің арасын бөліп жүрді. Бірақ уақыт өте келе ол шын ниетін көрсетті. Келінін жамандай бастады. Үйде тірлік істемейді, далада қаңғып жүреді, қатындармен өсек айтады, маған сәлем салмайды, тіл алмайды. Осы сөздерге сенген Еркін бір күні еш себепсіз қол көтерді.